Мен Алмат Ала Алту. Мен Даял сыныбында оқимын. Бұл менің мектебім. Менің мектебім үстен, әрі салық. Менің әтем Жинайт Алмат. Әтем мен тістандай кезімде жаттығу үйреткен. Мені спортта бауырды. Мен әтем сияқты болым керек. Келген абай. Бұл күрес туралы кітап. Күрестің ережелері өте қарапайым. Әрбір қолданған әдіс бір ұпаймен есептеледі. Әдіс тәсілдердің жаттығу түрлері қазақ күресінде. Қарсыласын белбеуін екі қолмен ұстаған күйде жантая жаттығу. Бұл әдіс тәсілдерді мен саған іс жүзінде көрсетейін. Жүр, кеттік. Күрес өмір намысты қазық еткен, өр намысты бабамыз балуан біткен. Қаһарманды халқымның қанындағы, қазақтың күресіне тағзым етем. Батырлықтың бастауы балуан жүрек, бақ пен баптың ұштасары таза ниет. Ұлылардың күресі шек келтірмес, батырлардың күресі қазақ күрес. Мен сені күрес балуанмен таныстырайын. Әлем чемпионы атаған тұңғыш рет Қазақстанды тарту еткен Қажымқан Мұратбасұлының есімі күлі қазаққа жақсы таныс. Атамыз кеудесіне 50-ден астам медаль таққан. Балам, Қажымқан атамыз туралы видео қараймыз. Қажымқан атамыз әлем чемпионы. 1941 жылы ұлы отан соғысы басталған кезде 70-ден асқан Қажымқан қанша қиын болса да ел аралап өнер көрсетіп, халықтың рухын көтеріп, қуаныш сыйлаумен болды. Өнер көрсетуден түскен ақшаға ол әскери ұшақ жасатып, майданға берді. Дамсын жеңістері ұрпағымыздың рухын мәңгілікке асқақтарға беретініне сенімдіміз. Бүкіл әлем таныған Қажымқандай балуан аталарды әрқашанда мақтан тұтады. Мен Қажымқанды жақтан Жарайсың ұлым, қалауыңа нұр жаусын, біз саған сенеміз.